Баршаңызға сәлем. Оқу жылдамдығын арттыру жолдары атты жобамен таныстыратын боламын. Қымбаттым, арнамызды қолдап, жоғалтып алмас үшін және алдағы уақытта жаңа ғылыми жобаларды көріп отыру үшін арнамызға лайк басып, қоңыраушаны белгілеп тіркеле кетіңіз. Кіріспе. Оқу дағдыларын жетілдіру. Бұл белгілі бір жаттығуларды орындау арқылы қол жеткізілетін мақсатты процесс. Бұл процесті кешіктірудің қажеті жоқ, және бастауыш сыныптарда баланың оқу жылдамдығын минутына 100-150 сөздің оңтайлы мәніне дейін жеткізу керек. Зерттеу мақсаты оқу жылдамдығын арттыруға арналған жаттығуларды тиімді қолдана отырып, шектеулі уақыт аралығында оқу жылдамдығын 30-40 сөзге арттыру. Оқу жылдамдығын оқушының дамуына әсері. Ата-бабаларымыз оқу инемен құдық қазғандай деп оқудың оңай шаруа еместігін айтса, оқыған озады, ойнаған тозады, өнер білім бәрі де оқу менен табылған деп оқудың өнер білімге апарар үлкен жол екенін көрсеткен. Оқу дегеніміз әріптік символдарды ауызша символдарға айналдыру процесі, оның негізінен ақпарат алу процесі екенін білдім. Оқудың арқасында адам ақпараттың 90%-ын алады. Оқи отырып, адам әлемді таниды. Өз іс-әрекеттерін талдауға, басқа адамдарды түсінуге үйренеді. Әлем туралы жаңа нәрселерді түйсінеді. Өзінің сөздік қорын кеңейтеді. Оқудың техникалық жағы. Оқудың дұрыстығы, яғни бұрмалау сөздерді дұрыс оқи білу. Екінші, мәтіннің мазмұнын, оның мағынасын түсіне білу. Үшінші, мәнерлілік, автордың белгілері мен тыныс белгілерін сақтай отырып, және олардың мағынасын түсіне отырып, оқылғанды эмоциямен жеткізе білу. Төртінші, оқудың 4 әдісі бар: әріптік, буындық, толық сөздерді оқи алу, сөздерді оқу. Бесінші, оқу жылдамдығы, яғни минутына сөздерді оқу жылдамдығы. Оқу жылдамдығы. Оқу техникасының көрсеткіштерінің бірі минутына айтылатын сөздер санымен сипатталады және оқу әдісіне байланысты. Оқушыға оңтайлы оқу керек. Оңтайлы жылдамдық – бұл сөйлеу жылдамдығымен оқу. Минутына 120-150 сөз. Бұл адамдардың оқу жылдамдығы. Джордж Вашингтонның жылдам оқу әдісі. ақш-тың тұңғыш президенті газеттерді тек дауыстап оқып, үйдегілер мен әріптестерінің наразылығын тудырған. Бірақ ол олардың шағымдарына ерекше назар аудармады. Ол өзінің көзқарасын осылай ыңғайлы екендігімен түсіндірді. Мәтіннің мағынасы түсінікті болады, ақпараттың шынайылығын бағалау оңайырақ болады деген. Максим Горкийдің диагоналды оқу әдісі. Ол жай ғана көз жүгіртіп қарап тұратын болған. Нәтижесінде ол журналды аз ғана минут ішінде ақпаратты сіңіре алған. Осылайша Горкий қысқа уақыт ішінде үлкен журналдарды оқи алған. Сталиннің оқу әдістері. Сталин тек жеке кітаптарды мұқият оқып, кітапхананың көп бөлігін жай қарап шығатын болған. Ең көп қызықтыратын кітаптарды Сталин қолындағы қарындашпен оқып, шеттерде жазбалар жасап, абзацтарының астын сызып отырған. Осылайша ол күніне бірнеше кітап оқыды және оның күнделікті нормасы 500 беттен асқан. Аноре де Бальзак және оның жылдам оқу әдістері. Жазушының айтуынша, оның еркін оқу қабілеті шынымен керемет болды. Ол ақпаратты бірден 7-8 жолдан тұратын бөліктермен сіңірді. Ал оның ақыл-ойы қатарлармен жүгірген көздерімен бірдей жылдамдықпен жұмыс істеді. Ол басты нәрсені бөліп алып, керек еместі кесе білген. Карл Маркс және оның кітаптарға деген көзқарасы. Марксизм-ленинизм негізін салушы кітаптарды аямаған, оларды өзінің құлы деп санаған. Ол беттерді аяусыз бүктеп, кітаптың бос жерін жазбалармен толтырып отырған. Ленин және кітаптар. Лениннің феноменальды жады болған. Кітаптағы диагональ бойынша оққанына қарамастан, оны бірден мәтінді айтып бере алған. Ленинге туған кезде берілген осы қабілеттің арқасында ол өмірінде көптеген кітаптар, журналдар, мақалалар оқи алды. Николай Чернышевский және оның жылдам оқу қабілеті. Бұл адам хатшысына шет тілдерінен аударма жасау кезінде қандай да бір мақаланы айту әдеттегі іс болды. Адольф Гитлер және оның оқу жылдамдығы. Гитлер оқуды өте жақсы көрді. Әдетте ол бұл іске уақыт таба алмады, бірақ кез келген бос уақытта ол кез келген әдебиетті, саяси, көркем, танымал, ғылыми, техникалық әдебиеттерді талдаусыз қуана оқыды. Оның кітаптарды бағалауға деген көзқарасы қызығушылық тудырады.
Біріншіден Гитлер кітапты басынан аяғына дейін бір көз жүгіртіп өтетін, егер кітап ұнаса ол оны құмарта оқуға кірісетін. Оқу жылдамдығын арттыруға арналған жаттығулармен жұмыс. Біз бүкіл тәжірибелік бөлімді 3 кезеңге бөлдік: бастапқы диагностика, тәжірибелік бөлім және қорытынды диагностика. Бастапқы диагностика кезеңінде бізде 2 мәселе болды: жоғары жылдамдықпен оқу қажеттілігі бар жоғын анықтау, оқушылардың оқу жылдамдығын және оқуды түсінуін анықтау. Бірінші мәселені шешу үшін біз 4-5 сынып оқулықтарының бір абзацындағы сөздердің санын бір тақырыппен салыстырып, үй тапсырмасын орындау үшін қанша уақыт қажет екенін тексердік. 4-ші сыныптан бір оқушыға 495 сөзден тұратын бір мәтін берілді. Еңліктің оқу жылдамдығы минутына 90 сөз. Ол бұл мәтінді 9-да 5 минутта оқыды. Сұрақтарға жауап 2 минутқа созылды. Қайталау 7 минут. Жалпы осы сабақ бойынша үй тапсырмасын дайындау үшін оған 18,5 минут қажет болды. Өңірдің тарихи тұлғалары, билер мен батырлар тақырыбындағы 5-ші сынып тарих оқулығында 971 сөз бар, яғни 4-ші сынып оқулығынан 2 есе көп. Еңлік мәтінді 15 минут оқыды, сұрақтарға жауаптар 5 минутта алды. Қайталау үшін ол 10 минут жұмсады. Мен бұл жұмысқа 30 минут жұмсадым. Бастапқы диагностика диаграммасы: еңлік 65, сары 67, арман 50 сөз. Қорытынды оқу жылдамдығын арттыру керек, өйткені материалдың көлемі жыл сайын артады. Тіпті бір сынып оқушыларының оқу жылдамдығы әртүрлі болуы мүмкін. Нәтижеге жету үшін жүйелі түрде жаттығу қажет. Екінші кезеңде қатысуға 3 адам келісім берді. Күн сайын жаттығулар жиынтығын орындадық. Әр жаттығудың ұзақтығы 60 минутты құрады. 3 апта ішінде барлығы 15 жаттығу сабағы өткізілді. Бұл кезеңнің міндеті әртүрлі жаттығуларды қолдана отырып, қайсысы тезірек және жақсы оқуға көмектесетінін түсіну болды. Тез және дұрыс сөйлеу қабілетін талап ететін 3 оқу әдісін: жасырынған әріпті табу, құпия сөзді іздеу, жаңылтпаштар қолдана отырып, дыбыстар, буындар, сөздер мен сөз тіркестерінің кестелері негізінде оқу жаттығуларын басқа жаттығулармен алмастырып орындадық. Назарды дамытуға құпия сөзді іздеу, түсіп қалған әріпті тап, артығын тап. Ойлауды дамытуға заңдылықтарды іздеу, жұпты тап. Есте сақтау жаттығуларына есте сақтаңыз және көрсетіңіз. Сөзді және немесе сөз тіркесін толығымен қамту үшін қажет көру өрісін кеңейту, шульте кестелері, сандық пирамидалар, лабириттер қолданылды. Тығылыспақ: жасырынған әріптер тауып жаз. Құпия сөзді іздеу: балаңыздан бейтаныс мәтінде сіз жасырған сөзді табуды тапсырыңыз. Міндет: жасырынған сөзді мүмкіндігінше тез табу. Балаға бұл жаттығу қызықты болу үшін кезек-кезек сөз жасырып ойнасаңыз болады. Жаңылтпаштар жаттау: бұл жаттығулар сөйлеу аппаратының қозғалғыштығын дамытады. Жаңылтпаштарды оқу алдындағы кіріспе ретінде қолдану жақсы. Осылайша баланың сөйлеу аппараты дамиды және сіз мәтінді оқыған кезде баланың қаншалықты аз қателіктер жіберетінін байқайсыз. Оқу жылдамдығын арттыруға арналған жаттығулармен жұмысты 2-ші бөлімде жалғастыратын боламыз. Арнамызды қолдап, лайк басып, қоңыраушаны белгілеп, тіркеле кетіңіз.